Ал кеш жары құрметті біздің қонақтар және серіктестер, менің есімім Ләззат, менің тұрғынымын, бейнесінің серіктесімін, менің мамандығым дефектолог логопед және де емдік және балалар тамақтану маманымын, медициналық маманымын. Ендігі мен бүгін сіздермен кереметтей бір жаңалықпен, ақпаратпен бөлісейін деп отырмын. Бүгін біздің бағытымыз денсаулықпенен және табыс көзіне бағытталған. Сондықтан біздің қазіргі заманауи шығарылып жатырған өнімдерменен табыс көзінде айтып беремін. Ал біздің компания туралы айтатын болсақ, біздің компанияның бағыты, миссиясы денсаулыққа, әдемілікке, ұзақ өмір сүруге және жаңа энергия беруге заманауи өнімдер жасап шығаруға бағытталған компания. Біздің компанияның аты BEPIC. Компания Америка құрама штаттарында, штат Ютада орналасқан. 2016 жылы 11 қарашада есігін кереметтей өнімдерін шығара бастаған. Ал компанияның егерлеріменен кірпішінің қалаушылары Патнам отбасы. Мына жерде сіздер файлдан көріп тұрғандай, бірінші тұрған Дэн Патнам, компания президенті және оның отбасы, яғни әкесі, шешесі және де бауырлары. Ал біздің компания, BEPIC компаниясының медико-консультативный кеңестік ұжымында 10 бірдей медицина докторлары бар екенінде және ғалым сарапшылар бар екенінде сіздерге айта кетейін. Компанияның шығарылымы 2017-де жаңағы елеф деген капсуласынан басталған. Мынау көріп тұрғаныңызда файлда штат Ютада үлкен завод заманауи технологиямен салынған. Сондықтан бірінші біздің аты аңызға айналған елефтен бастайтын болсақ, сертификаттарының барлығы бар. Халықаралық сертификат, веган сертификат, кошерный сертификаттар және де ICO, GMP деген халықаралық сертификаттар. Осы сертификаттарға кішкене тоқтала кетсек, әлемде мыңдаған, миллиондаған осы денсаулыққа бағытталған компаниялар бар. Ал біздің компания, сол 30 компания, осы 30 компания әлемдегі осы сертификаттарға еге болған. Соның ішінде біздің BEPIC компаниясы бар екенінде айта кетейін. Енді жаңағы біздің концепция, денсаулық концепциясына не жатады? Яғни біздің ағзамызға біз қорек беруіміз керек, қорғап қойымыз керек, және де жасушаларына үлкен деген қоректі дефициттің орнын толықтырып тұруымыз керек. Сондықтан бірінші шыққан мынау аты аңызға айналған ELF8 деген біздің капсулаларымыз. Бұл жап-жасыл әп-әдемі капсулаларымыздың құрамына үңіліп қарасақ, бір капсуланың өзі мына жерде тұрған бірнеше құты белсенді қоспаларды ауыстыратынын да айта кетейін. Және де бұл капсулалар заманауи технологиямен шығарылып, сублимат ретінде адамдарға ұсынылып отыр. Капсуланың ішіндегі сіздер таңғаласыздар, мына жерде отырған қонақтар, бір капсуланың ішінде 30 келі жеміс жидек, көкөністер және саңырауқұлақтар бар екенін айтайын. Ал капсулаға тереңдірек талдап көретін болсақ, құрамын 23 бірдей тағамдық нутриенттерден құрайды. Және де бірінші ол толық тағамдық қорек болып саналады, табиғи энергетиктер болып саналады және адаптогендер. Адаптогендеріміз дегеннің ішінде ол ауруға төтеп беретін, біздің организм ағзамызға түскен кезде талқан болып тұра қалатындарды адаптогендер деп айтады. Ал толық қанды нутриент, тағамдық нутриенттерге жемістер менен жидектердің жататынын айтайын. Алма, шие, брусника, черника, сәбіз, капуста, брокколи, шпинат дегендер бар. Ал табиғи энергетиктерді алатын болса, гуарана, жасыл кофе, бакопамане, тағы да басқа компоненттер бар. Ал бұл капсуланың ішінде 13 бірдей дәрумені бар. А дәруменінен бастап С дәрумені бар, Б топ дәрумендері де бар екенінде айтайын. Капсуланың сыртының өзі біздің елефтің капсуланың сырты спирулина, яғни теңіз балдырларынан жасалынатын айтайын. Теңіз балдырларының жасалынғанда капсуланың құрамында, сыртының
құрамында 18 бірдей ауыстырылмайтын амин қышқылдар бар екен, және 80%-ға дейін белок бар екен деп айтайын. Сондықтан бұл капсула бізге не береді? Бұл физикалық және ақыл ой энергиясын арттырады, көңіл күйімізді жақсартады, зейін менен назарды күшейтеді, иммундық жүйеге де мықты көмектесетін деп айтайын. Ағзаны суперфудтармен және табиғи экстракттерменен байытып отыратын капсулалардың бірі. Ал екінші, бұған біздің ученыйлар, біздің ғалым формуляторлардың шығарған екі бірдей туысқаны бар. 2 жыл өте келе акселер 8 деген екі бірдей капсулалар шығарған. Ал бізді кішкене тоқтала кетсек, біздің ішек жолдарымыз таза болмай, әрбір адам денсаулығы болмайтындай айтайын. Екінші үлкен фактор денсаулықтың болмауына ол шлак токсиндер деп жатады. Ішкі ағзамыздың бәрі шлакпенен токсинға толатын болса, ішек жолдары лас болатын болса, денсаулықтың ақаулары көп факторларының бірі сол ішектерде болады деп айтам. Ал бұл акселер 8 деген күлгін түсті капсула, акселер микробиом, акселер детокс деп айтсақ та болады. Бұның ішінде таңертең тұрған кезде табиғи жолменен дәретке баруға да ықпал ететін, зат алмасу процесін қалпына келтіретін, ас қорыту жолдарының бәрінің ісін, қызметін қалпына келтіретін капсулалардың бірі. Бұның ішінде көптеген пробиотиктер, пребиотиктер бар, энзимдар бар екен деп айтайын. Сосын тірі микобактериялар бар. Микобактериялар біздің ағзамызда, ішек жолдарымызда өте көп мөлшерде болу керек. Олар ас қорытуға және де зат алмасу процесіне, асты қорытуына да үлкен ықпал ететін деп айтайын. Сондықтан бұның ішінде расторопша деген, сена деген, Александр жапырағы бар екенінде айта кетейін, бақбақ тамырларының да сығындысы бар. Сондықтан бұл өнім біздің ағзамызға кешке қарай жатар орынға ішкен кезімізде, түнде бұлар капсула диагноз деп те айтсақ та болады, түнде бұлар өздерінің қызметін әдемі қылып атқарып, таңертең сіздерді жеңіл түрде ұйқыдан тұруға ықпал ететін капсулалардың бірі. Ал осыған қоса екінші капсуламыз акселер слип деген. Слип дегеніміз ағылшынша тілден аударған кезде бұл ұйқы деген сөз. Көптеген аурулардың бірі бізді ұйқысыздыққа әкеледі. Және де стресс, депрессия деген, уайым қайғы дегенде ұйқысыздыққа әкеліп, жүйке жүйемізді біртіндеп жеп отыратынында айтайын. Сондықтан бұл капсула сіздердің жүйке жүйелеріңізді бәрін тыныштандырып, жүйке жүйесін бәрін қалпына келтіріп, қызметін дұрыстай отырып, сіздерді терең, дені сау ұйқыға кетуге ықпал ететін кереметте әппақ әдемі капсулаларымыздың бірі. Бұл капсуланы жаңағы күлгін түсті капсулалармен бірге түнге жатар орынға ұйықтайтын алдында ішіп, сіздер терең ұйқыға кетесіздер. Сондықтан бұл екі капсулада бірге пайдаланса, бұның үстіне қосып елев 8-імізді таңертең ішетін болсаңыздар, бірінің бірін қызметін күшейтіп, біріне бірі көмектесуге ықпал ететін капсулалардың бірі. Сондықтан бұны базалық өнімдер деп атаймыз. Ал екінші, одан кейінгі өнімдерге тоқтай кететін болсақ, біздің компанияда аз мөлшерде, аз түрлі, өнімдер болғаныменен де әрбір өнім 20-ға жуық өнімдер бар. Әрбір өнім бірінен бірі сапалығынан асып түсетінде айта кетейін. Ал мынау статистикаға, ВОЗ-дың статистикасына сүйенсек, өкінішке орай әлемде бірінші орында тұрған жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына көп адамдар шалдығып жатады. Ал мынау өнім сол сіздердің жүрек қан тамыр жүйелеріңізге дос болып, жүректеріңізге, қан тамыр жүйесіне керемет, мықты көмегі бар екен. Бикардио деген өнімді мен айта кетейін. Ал осы өнімнің авторының бірі Адам Сауседо деген доктор, медицина докторымыз да бар. Осы бикардионың екінші авторы Баламуриали Амбати деген медицина докторы бар. Осы екі авторымызға кішкене тоқтала кетейін, ары қарай сіздерге өнім туралы да айтып беремін. Баламури Амбати деген біздің докторымыз BP компанияның жаңағы медициналық ұжымына жататынды айтайын. Ол кісі 13 жасында мектепті бітіріп, 11 жасында мектепті бітіріп, 13 жасында
университетті бітіріп 17 жасында Маунт Синай деген медицина мектебін аяқтап, әлемдегі ең жас медицина докторы болып саналып, книга рекордов Гиннесіға кірген біздің керемет дәрігеріміз. Ал екінші докторымыз ол Адам Сауседе деген, ол кісі кардиохирург, әскери хирург. Сондықтан бірнеше жылдары әскери қызмет жасаған, Америка құрама штаттарында өзінің ғылыми орталығы бар екен. Көптеген ғылыми жұмыстарды дәлелдеп, әлемге паш еткенде докторлардың бірі болып саналады. Ал мына Бикардио деген жүрекшенің суреті бар. Жүректеріңізді жақсы көрсеңіздер, осы Бикардионы алып, үлкен қолдау көрсетсеңіздер болады. Бұл Бикардионың ішінде де табиғи, 100% табиғи өнім, киви, авокадо, боярышник, қызылша, құлпынай құрамында бар екен дейтін. Көптеген минералдарменен дәрумендер бар екен. Әсіресе Б дәрумені, Б топ дәрумендері бар екен де айтайын. Сондықтан бұл өнімнің ішінде екі керемет де амин қышқылдар бар. L-аргинин, L-цитрулин деген. Бұл екі амин қышқылдарға үңіліп қарайтын болсақ, ағзаға түскеннен кейін бұл екі амин қышқылдар оксид азота деген компонентті бөледі. Ал оксид азотаны компоненттің формуласын ойлап тапқан докторлар 90-шы жылдардың аяғында Нобель премиясының лауреаты болып саналған. Сондықтан бұл екі амин қышқыл ағзамызға түскеннен кейін холестериннан нормасына түсіріп, тазалап, жаңағы қан тамыр жүйесін токсиндардан тазалай отырып, қан тамыр жүйесін жұп-жұмсақ, әп-әдемі қылып, жұмысын, қызметін жақсартуға ықпал ететін екі амин қышқыл. Оксид азотаның өзі ағзамызға түскеннен кейін үлкен бізге қантамыр жүйесіне оттегін береді. Сондықтан бұл ең біріншіден біздің жүрегімізге, қантамыр жүйемізге үлкен ықпал етеді. Ал ішіндегі құрамындағы калий деген минералдың біріне тоқтала кетейін. Бұл жүректің бұлшық еті, сыртқы бұлшық еті миокардқа керемет мықтылық беретінді айтайын. Сондықтан бұл өнімді пайдаланған адамдар жүрек қантамыр жүйесінің қызметін кереметте жақсартып, жүректеріңізге үлкен қолдау бересіздер. Сондықтан қант диабетіне не шалдыққан адамдар, қант қысымы жоғары болған адамдарға керемет көмектесіп, қан қысымы қалпына келіп, және қант диабетіне шалдыққан адамдардың қантының мөлшері өзінің қалпына келетінде айта кетейін. Көптеген адамдар, осы біздің серіктестердің арасында да бар, осы өнімді білген адамдардың өзі, көптеген адамдар инсультқа шалдыққан, инфарктқа шалдыққан, және де жүрек қантамыр жүйесіне ота жасаған адамдардың өзі жеңіл түрде отаны көтеріп, және де инсульт, инфаркттардан кейінгі мезгілді жақсы жеңіл түрде өтіп, өзінің қалпына келуге тез мезгілде ықпал етіп жатқанында осы керемет қып-қызыл дәмі тіл үйретін біздің керемет Бикардио деген өнімнің бірі. Ал келесі өнімге тоқтала кетсек, бұл өнім сарыға келейік, сонда бағдаршам сияқты қылып айтуымызға да ықпал етеді. Ал келесі өнімге тоқталсақ, куркумаға келейік, Заңзабек ханым. Куркума деген бізде, жарайды, жасыл өнімді айтып берейік. Мынау Редженер деген куркума шайы. Бұл куркума шайы, бұл да дәмі тіл үйретін, қазіргі күздің күні, күн салқындаған кезде, қыстың күні бұны демдеп, шай құсатып, әдемі қылып, буын бұрқыратып отырып ішетін шайдың бірі. Редженер деп айтады, яғни куркума шайы. Бұның ішіндегі куркума, сары куркума, куркуманың ең жоғарғы сұрыптағы куркуманың тамырының сығындысынан жасалынады. Және де бұның ішінде коллаген бар екен де айтайын. Қара малдың коллагені бар, гидролизованный коллаген деп айтылады, бірінші, үшінші типтағы. Яғни коллагеннің өзі бірінші, үшінші типтағы, ол адамның коллагеніне 90% сәйкестігі бар екен. Және де бұның ішінде имбирдің да сығындысы бар, кальций бар бұның ішінде, Д дәрумені бар екен, және де көптеген тағы да минералдар бар екен де айтайын. Бұл өнім сіздердің буындарыңызға, сүйек системасына керемет көмектесіп, мықты антиоксидант болып саналатын, жасартатын, қартаю процесіне қарсы тұратын өнімдердің бірі. Және де бұл ең мықты дәрі-дәрмектерге қарағанда бірнеше есе
қабыну процесіне қарсы тұратын өнімдердің бірі. Яғни сіздер мысалы бір қабыну процесіне ұшырап ауырып қалдыңыздар, мына редженер деген біздің керемет ыстық шайымызды ішетін болсаңыздар, сол қабыну процесін дереу сіздерде шешіп беріп ағзаларыңыздан алып тастауға ықпал ететін өнімдердің бірі. Сондықтан қартаю процесін тоқтатып, жасарғыларыңыз келсе, шашты, тырнақты және теріні де әдемі қылғыларыңыз келсе, осы біздің куркума шайын алсаңыздар, пайдалансаңыздар болады. Келесі өнімге келетін болсақ, мынау бидай өскіндері шырыны. Мен бірінші осы жаңадан келген кезімде мына компанияға менің таңғалғаным, бұл өнімді біз жасыл өнім, бұл да әп-әдемі демдеген кездеріңізде бір гүлменен көктемнің иісі шығатынын айта кетейін. Таңғалғаным, бұл бидайдың өскіндерін Америка құрама штаттарында бұрын ежелгі заманда кеуіп қалған теңіздің жеріне егеткен. Ал сол жерді зерттеп зерделеген кезде 90%-ға дейін ішінде табиғи минералдар ағзамыз өте екенін де айта кетейін. Сондықтан бұл бидайды сол жерге егілген кезде екі құлақ болып, енді кішкентай жас кезінде өсіп келе жатқанда бұларды жинап алып, өңдеп бізге осындай бидай өскіндер шырынын жасап отыр. Яғни ағылшынша айтқанда Be-Epic Greens деген тамаша онкопротектор, мықты антиоксидант болып саналатын осындай ұнтақ ретінде шығатын өнімдердің бірі. Ал бұның ішінде де жалғыз бидай емес, бұның ішінде жоңышқаның да сығындысы бар, арпаның сығындысы, сұлының сығындысы, алма қышқылы, лимон қышқылы бар екен. Және де бұның ішінде мумиё бар екенін де айта кетейін. Осы компоненттердің барлығы осы біздің бидай өскіндер шырынының ішінде 70% хлорофилді құрайды. Ал хлорофил бізге биосинтез болып саналады, және хлорофилдің құрамы біздің гемоглобиннің құрамыменен екеуі бірдей екенін де айта кетейін. Сондықтан бұл ішек жолдарына мықты көмектесіп, бұның ішінде қосымша тағы да пробиотиктер, пребиотиктер бар. Ішек жолдарын бәрін тазалай отырып, микрофлорасын қалпына келтіріп, ішектегі 80% сақталған иммунитетті қалпына келтіріп, және де бар ағзамызға да керемет ықпал етеді. Жасушаларымызға қорегін бере отырып, ол жасушаларымызды вирустан, бактериядан, рак жасушасынан да қорғай отырып, керемет көмегін беретін өнімдердің бірі. Сондықтан бұл өнімдерден көп адамдар қазір, менің де партнерларым бар, 1 жылдан бері пайдаланып, онкология 3-4 стадияға өтіп кеткен сондай күрделі аурулардан да қазір қалпына келіп жатқанында айта кетейін. Сондықтан бұл өнімді алып пайдалансаңыздар да сол жаман дертті аурудың алдын алуға да болады. Келесі өнімге тоқтала кетсек, енді ауырып ем, біздің қазақтарда сөз бар ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп. Соған біздің компанияның өнімдері жатады екен деген мен үлкен пікірдемін. Келесі өнімге тоқтала кетсек, бұл иммунокод деген, қазір аты кішкене өзгерді, трансфер фактор аты өзгергеніменен заты өзгерген жоқ. Бұл иммунокод деген керемет өнім. Бұл жақында ғана бізден осы 20 күн, 1-2 апта бұрын бұл өнім жоқ болып кетіп, қайтып біздің интернет дүкенімізде пайда болған кезде, бұның сапалығына қарайтын болсақ, 2 сағаттың ішінде бірнеше құтысын біздің серіктестер акция бойынша сатып алып қойған. Сондықтан бұл неге үлкен сапалы болғасын, үлкен сұранысқа ие өнімдердің бірі. Ал иммунокодтың ішіне қарайтын болсақ, 6 бірдей саңырауқұлақтар бар. Бағана мен бірінші басында осы конференцияның алдында айта кеткенімдей, саңырауқұлақтардың барлығы адаптогендер болып саналады. Яғни қазақшасын айтқанда адаптоген деген денсаулыққа қалқан деген сөз. Сондықтан бұның ішінде көп деген дәрумендер бар, А дәрумен де бар, С дәрумен де бар, Б дәрумендер де бар. Сосын көп деген минералдар бар. Тағы да бұның компоненттерінде бета-глюканы, олигосахариды деген де компоненттер бар. Өзінің аты айтып тұрғандай трансфер фактор, бұның ішінде құрамында трансфер фактор бар, ал трансфер фактор әкесі бұл өнімнің авторы Уильям Хэннон деген біздің керемет доктор, медицина докторы, биоорганикалық және медициналық химик. Бұл кісінің 30 жыл бойы осы трансфер фактордың
формуласын шығарған еңбектері бар, ғылыми еңбектері бар. Осы трансфер факторының формуласын дәлелдеп, 30 жыл бойы еңбек сіңіріп, соған дәлелдеп, әлемге ең бірінші сол формуланы паш еткен біздің Уильям Хэннон деген доктор. Сондықтан трансфер фактор дегеніміз сиырдың уызының сығындысында компонентінде бар екен деген. Бұл өнімнің өзінің аты айтып тұрғандай иммунокод деген трансфер фактор деген. Бұл иммунитетті керемет көтеріп, және де ішек микрофлорасын тағы да қалпына келтіріп, бүкіл ағзаларыңызға аллергия бар ма, тағы да басқа көптеген күрделі созылмалы аурулар болса, солардың баріне қарсы тұрып, иммунитетіңізді 100% көтеріп береді. Қазіргі таңда күз келді, вирустық инфекциялар қозатын кез, алдымызда қылшын сүйреп қыс келе жатыр. Сондықтан осы иммунокодты алып, пайдаланғандарыңыз, отбасыларыңызбенен пайдаланғандарыңыз абзал деп есептеймін. Ал келесі өнімге тағы да тоқтала кетсек, қайсы өнімді айтамыз, Зәмзагүл ханым? Эпикслим коллагенді айтайын, иә? Бұл эпикслим коллаген деген біздің компанияға қарап отырсаңыздар, біздің компания бір орында тұрмайды. Заманауи талаптарға сәйкес керемет заманауи технологияменен керемет құрамы керемет өнімдерді шығарудан шаршамайды. Сондықтан бұл көктемнің жарық күндері шығарған эпикслим коллаген пиноколада деген коллаген деген өнім шығарған. Бұл өнімді тағы да үңілсек, құрамына бұның ішінде қара малдың коллагені бар, жаңағы бағана мен айта кеткендей, бірінші, үшінші типтағы, ол адамның коллагенімен формуласымен сәйкес, және де бұның ішінде барберин деген шөп бар, ананастың экстрактысы бар екенін де айтайын, магний, калий, железо деген минералдар бар екенін де айтайын. Және де дәмі тіл үйрететін стевия деген тәтті шөпті де салған. Бұл өнімнің өзі аты айтып тұрғандай қазіргі заманның тренді болып жатыр. Коллаген іздейтін адамдар көп, ал сіздерге емдік қасиеті бар, бүкіл ағзаларыңызға мықты көмектесетін, әсіресе сүйек буын системаларына көмектесетін керемет коллаген алам десеңіздер, мынандай бізде пиноколада деген өніміміз бар екен. Екінші осыған ұқсас өніміміз бар, ол эпикслим кофе деген бар. Біздің жаңағы көптеген кофемандар жаңағы қан тамыр жүйесінің ауруларына шалдықса, және де қан қысымдары жоғары болса, қант диабетіне шалдықса, кофені ішуге дәрігерлер рұқсат бермейді. Ал біздің кофені бәріне пайдалануға, ішуге болады. Бұл кофенің өзі таңертең ішкен кезде сіздерге күш қуат беріп, көздеріңізді шайдай ашып, бір үлкен күш қуат беретінде айта кетейін. Ал бұл өнімнің ішінде жаңағы коллаген бар екенін де айтайын, қара малдың коллагені, барберин шөбі де бар, жаңағы мен айтқан калий, магний, железо деген минералдар бар екенін де айтайын. Және де бұның ішінде премиум сыныптағы арабика кофесі бар. Ол суық түрде жасалынатын, суық түрде өңделетін, яғни холодного отжима дейді. Кофе, бұның ішіне салатын кофе қуыруға жатылмайды, және де бұл жаңағы балғын кезінде өңделіп, осының ішіне салып қойған. Және бұның ішінде жаңағы зияндық заттар жоқ деген сөз. Ал келесі өнімге тоқтала кететін болсақ, мынау drink to shrink деген, бұл енді біздің қыз келіншектердің әсіресе құлақтарына алтын сырға көптеген артық салмағымен жүретін адамдар бізде көп, ер азаматтар да бар. Сондықтан drink to shrink деген бұл ішіп артық салмағыңды түсіре бер деген сөз. Ал бұның құрамында да жаңа американдық құрманың, папаяның сығындысы бар, барберин шөбінің сығындысы бар, александр жапырағының сығындысы бар, сенаның сығындысы бар екен айтайын. Екі түрде тұрады, ұнтақ ретінде шығарылады. Бұл да дәмі беретін керемет ұнтақ ретінде, бірақ бұны ішкен кезде тек қана үйлеріңізде болуларыңыз керек. Сондықтан бұл ішек жолдарын тазалаған кезде енді өздеріңіз көресіздер, қандай керемет өмірдің рахатын көресіздер ішектеріңізді тазалаған кезде. Бұл өнім жаңағы іштегі висцеральный жер дейді, абдоминальный жер дейді, іштегі
жан жағыңызға біткен майлардың бәрін алып түсіреді және артық салмақтарыңызды түсіріп отыратын керемет өнімдердің бірі. Ал тағы да ескерте кетейін, бұл өнімді пайдаланған кезде үйде болуларыңыз міндетті. Сондықтан екі түрде фруктовый пунш пенен манданың дәмі бар өнімдер бар екенін айтайын. Ал енді өмірдің ағымына қарайтын болсақ, көптеген аурулардың факторы біздің қышқыл ортадан пайда болады. Яғни ағзамызда pH'imiz түсіп кетсе, pH'imiz біздің 7-де 4 болу керек. Ал pH'imiz төмен түскен кез дегеніміз, ол ішкі ағзамызда қышқыл орта пайда болды деген сөз. Қышқыл ортада вирустар, бактериялар және рак жасушалары көптеген мөлшерде өсе бастап, бізді әртүрлі ауруға алып келіп жатады. Ал сол суымызды құнарлы қылып, біздің pH'imiзді түсірмей, ішкі ағзамызды сілтілік ортаға аударып отыратын мынандай біздің кереметте зәм-зәм суымыз бар, хайдрейт деген суымыз. Ал бұл суымызды жаңағы аралы бар, Япония мемлекетінде Окинава деген арал бар. Сол аралда коралловый остров, коралдардан алынатын бұл ұнтақ ретінде шығарылады. Сашеларда 15 саше болады бір құтысында. Бұл иондалған су пайда болады, және де бұның құрамында 90-ға дейін минерал бар екенін айтады. Сондықтан бұны суға салған кезіңізде бір ұнтағын 1,5 литрға саласыздар. Суды дереу сол мезетте иондайды, және де қышқыл ортаны пайда қылмайтындай қылып, сілтілік су қылып дайындап береді сізге. Сондықтан бұл құнарлы суды кез келген адамдарға, балаларға да, үлкендерге де пайдаланғандарыңыз абзал деп ойлаймын. Бұл судың өзі үлкен көмегі бар. Және мен айтқандай, жаңағы мықты антиоксидант болып саналады және бос радикалдармен күреседі. Таңертең тұрған кездеріңізде әдемі детокс беріп, ішек жолдарыңызды да тазалап шығаратын мынандай құнарлы суымыз да бар. Ал келесі өнімге де тоқталайық. Біздің өнімдердің көріп отқандай, бір өнімнің ішінде бір компонентті салып қоймайды. Сондықтан біздің өнімдердің айырмашылығы, біздің өнімдер бүкіл ағзаға ықпал ететін болса, БАДылардың үлкен айырмашылығы тек қана конкретный бір ситуацияға ғана ықпал ететіндей айтайын. Яғни ішінде тек қана бір дәрумен болуы мүмкін, немесе бір минерал ғана болуы мүмкін. Ал мынау керемет, менің өзім сүйіп ішетін, пайдаланатын өнімдер бар. Барлық өнімдерді пайдаланамын. Соның ішінде әсіресе осы жақсы көретін Great Omegas деген мынандай норвежская лосось дегенді бұрын совет үкіметінен білетін едік. Ең керемет лосось екен, қызыл балық екенін де білетін едік. Сол норвежская лососта жасалатын Great Omegas. Ал Норвегия мемлекетінде жасанды тағамда лосось деген балықтарды өсіреді. Сол балықтар жас кезінен ауланады, 2 сағатқа жетпей өңделеді. Неге жас кезінде ауланады? Өйткені ішіндегі омегалар, бүкіл омегалар, омега 3, 6, 7, 8, 9, 12 және 21 ауыстырылмайтын майлы амин қышқылдар бар екенін айтайын осының құрамында. Неге жас кезінде ауланады? Өйткені құнарлы омегалары сақталған, жаңағы майлы амин қышқылдары сақталатын мезгілі жасы сол жас балықтарда ғана болады екен. Ал жаңағы біздің басқа да компаниялар осындай омегалар шығарып жатады, бірақ ол омегаларға жасау үшін теңізден ауланатын балықтың жасы белгісіз болады. Сондықтан сол лосось деген балық үлкейіп кеткеннен кейін оның ішіндегі омегалар да қалмайды екен, және балық құнарсыз болып қалатында естеріңізге сала кетейін. Ал біздің өнімнің ішінде, Great Omegas'ның ішінде бір консервант таппайсыздар, антибиотик таппайсыздар, және ГМО деген затты да таппайсыздар. 100% табиғи өнім, дәмі тіл үйіретін, әдемі, әп-әдемі сап-сары 2 капсуламыз. Күніге 2 капсуладан ересек адамдар, 1 капсуладан кішкентай балалар пайдаланса болады. Бұл Great Omegas деген бүкіл 12 системаның бәріне ықпал етеді, әсіресе тыныс алу жолдарына, системасына ықпал ететінді айтайын.
хобл, бронхит, астма деген жаңағы проблемаларыңыз болса, осы өнімді қосымша пайдаланғандарыңыз дұрыс. Және де сүйек буын системасына, қан тамыр жүйесіне де бар системамызға керемет ықпал ете отырып, қартаю процесін тоқтатып, шашқа да, тырнаққа да, теріге де әдемі жылтыраған түс беріп, жылтыратып, әп-әдемі қылып сізді жасартып жүретін Great Omegas деген өнімнің бірі. Ал тағы да айтамыз ба, енді неге көшеміз ба? Full табысқа көшеміз ба? Уақыт болып қалды. Elevate Pro дегенде мынандай біздің жапсырмаларымыз бар, патчиларымыз бар. Бұл жапсырманы да сіздердің ауырып тұрған жерлеріңізге дереу көмек керек десеңіздер, осы біздің патчиларымызды алсаңыздар болады. Бұл өнімнің, бұл жапсырманың авторы Ким Мин Су деген медицина докторы. Сондықтан бұның ішінде минерал турмалин деген бар, имбирь бар, женьшень бар, лаванданың сығындысы бар екен. Және де бұл 25.000 кванттық қуатпенен қуатталған жапсырмалар екенде айта кетейін. Және де жаңағы жапсырма деп атынан түсініп отырған шығарсыздар, ауырып тұрған жерлеріңізге жабыстырсаңыздар, немесе жаңағы спортқа қатысатын үйлеріңізде адамдарыңыз болса, сол өздерінің бұл суреттеріне жапсырма түрінде пайдаланса болады. Сондықтан біздің жапсырмаға дейін біздің емдік қасиеті бар керемет өнімдер. Ал келесі жаңағы көліктерімізге көшейік. Өйткені уақытымыз болып жатыр. Full табыс деген біздің жаңағы адамдар емес, жалғыз жаңағы біздің темір тұлпарларымызға да деген мынандай өнімдер Прован компаниясымен бірігіп, осындай бізге көліктерімізге де арналған таблеткалар шығарып жатыр. Бұл біз енді болашағымызға немқұрайлы қарамайтын болсақ, бізге ең біріншіден көліктен бұрын бізге таза экология керек. Өйткені біз өмірден озғаннан кейін біздің бала-шағамыз бар, немереміз бар, шөбереміз бар. Солардың барына біз таза экологияда тастап кетуіміз керек. Сондықтан бұл өнім темір тұлпарларымызға көмектесе отырып, экологияға да көмектесетінін де айта кетейін. Бұл таблетканы жаңағы жанармай бактеріңізге салған кезде 25-30% жанармайларыңызды үнемдейтін де айтайын. Және бұл күйе қалдырмайды, үлкен молекулалар, майда молекулаларға майдаланып, 92 бензиніңізді тап-таза қылып 96 бензинға, яғни спиртке айналдырып отырады десеміз де қателеспес едім. Бұл бакқа түскеннен кейін қозғалтқыштарыңызды күйе қылмайды, форсунка деген және қосалқы бөлшектеріңізді күйе қылмай тап-таза қылып бұзылмауына ықпал ететін таблеткалардың бірі. Және ең көбі бұл қалталарыңыздағы ақшаны үнемдейді. Әсіресе үлкен көліктер, жаңағына Замзагүл ханым көрсеткендей, автобустар, фураларға үлкен үнемдеу береді. Және де экопостқа барған кездеріңізде жаңағы улы газдар шықпауына ықпал етеді де, тексерілген кезде түтіндеріңіздің өзі тап-таза болып шығады. Жаңа мен акцент жасап кеткенмін. Болашақта біздің болашағымызға немқұрайлы қарамасақ, экологияға да көмектеседі. Өйткені бізде әр қалада мегаполистар болсын, Қазақстанның әрбір региондарында көптеген әрбір үйде 2 көліктен бар. Сол көліктердің барлығы жабылып түтін шығарған кезде біздің экологиямыздан не қалады деген. Сондықтан бір кірпіш болса да экологиямызға қалап тұрайық, осы Full табысты темір тұлпарларымызға пайдаланып тұрайық. Ал біздің мына өнімдер, біз әсіресе айта кетейін, біз ешкімді емдейін деп жатқан жоқпыз. Біз денсаулыққа ықпал ететін, өмір жастарымызды ұзартатын өнімдерді ұсынамыз. Сондықтан бұл жерде өнімдерден керемет нәтиже көрген біздің серіктестеріміз бар. Қазір соларға сөз берсек, бірінші бізде үлкен көкеміз бар. Сапарбай Кабижанов деген біздің көкеміз бар. Сол көкеме ең бірінші сөз берсек, нұр үстіне нұр болар еді. Көке, Раушан микрофонын қосып, көкем сөйлей қойсын. Так, микрофон қосылды ма? Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Қосылды ғой да? Міне папам, өзіңіз таныстырыңыз. Сөйлей беріңіз. Неден бастайын? Жасыңызды айтыңыз. Осы өнімдерді қалай бастадыңыз? Мен 35 жылғымын.
осы еңбек жолын 7 жастан бастап, кешегі колхоздың уақытында сырманың басына мініп, 7 жастан бастап жұмыс істеп келе жатырмын. Сол жұмыс тоқталған жоқ. Осы қай уақытта болса да, кешегі колхоздың уақытында, совхоздың уақытында передовик көп жұмыс істедім бәрінде де. Еңбек қызыл орденін алдым. Москвадан 2 ВДНХ-ның 2 медалін алдым. Енді мынау жас 90-ға келді, 90-нан асты уже, асып бара жатырмын. Қазір мынау бұрынғы жұмыстың несі біткеннен кейін мен бірыңғай үй жұмысымен айналыстым. Мынау қажет адамдарға қамшы, жүген, ноқта өрумен айналыстым. Ол қазір мотоциклді қамшымен айамайды, атқа мінбейді, сосын қазір керек қыла қоймайды. Енді қазір керек нәрсе мынау үй жиһазы, көрпе жастық. Мен осымен айналысам. Онымен айналыспайын десем, жай қарап отырсам, ауырып қаламын. Мынау неге айналысқан уақытта, жұмыспен айналысқан уақытта денсаулығым түзеліп жүре береді. Қашан орнымнан тұрып кеткенше. Капсуланы ішіп атқан нені қандай не алып тұрсыз? Мынау бір капсула дәрілерді ішіп жүрмін. Мынау Пластырь. жас келгесін олшым кез келген мүше ауырады екен. Осы бір жағы жарашыға нетсе, екінші жағынан сол мынау сіңір нелердің бәрі тартылып, сол қиын болады екен. Енді осының бәріне сол ептеп дәрі ішіп, дәріменен нетіп жүрмін. Жақсы көрдіңіз. Капсула ішемін. Осы капсула деген дәрі бір өте ыңғайлы, жақсы дәрі екен. Соны ішкеннен кейін кішкене түзеле бастадым бәрі. Пластырь қалай ұнайды ғой сізге? Пластырь ұнайды ғой сізге? Пластырь мына жерге жабыстырып жүрсіз ғой? Жабыстыратын ба? Иә. Иә, осы кез келген жерін қышып болмаса, былай ауырып неткен уақытта, пластырды жабыстырған уақытта қолма-қол басылады. Пластыр деген бір өте әдемі, ыңғайлы нәрсе екен. Рахметіңізді айтыңыз. Осы мынау. Және мына кез келген жерден келсе қоймайды. Сол балалардың әйтеуір еңбегінің арқасында сол пластырменен нетіп жүрем. Пластыр мұндай дәрілерді қолданған осы мекемелер өте күшті, жақсы екен. Рахмат. Сізге де қысқадан қысқа айтып жібересің. Енді мен шамалап айтып жіберейін. Мен өте қуаныштымын, осындай бізде өнімдер бар болған үшін. Өйткені папам енді көріп отырсыздар, иә, көрпелерін тігіп отыр. Енді 90-дағы кісі балаларға ешкімге не болмай, масыл болмай, осындай өнімнің арқасында, бірінші Алла, екінші осы өнімнің арқасында іс тігіп, заказдарды қабылдап, сонымен нетіп өзім мақтан етем. Өзім негізі тоже есімім Раушан, жасым 57-де, негізі осы компанияға денсаулық жөнінде келгенмін. Менде енді онкология болды, басым ауру, сосын гипертониямен учетта тұратын, аллергиям кетті, циститім, геморройым кетті. Сондықтан осы өнімдерді енді бүкіл туған туыстарым, барлығы балалар шағам, бәрі нәтиже керемет алып жатыр. Сондықтан өте қуаныштымын. Рахмет, осы компания Денпутманның отбасына басымды ием. Папам үшін, бүкіл туған туыстарым үшін. Рахмет. Рахмет, Раушан. Келесі Рита Сапахонова, Шелектен. Рита, сенде қысқадан нұсқа нәтижеңді айтып жүрсің. Алло, саламатсыз. Естіп тұрма, иә?
Кешары, рахмет Ләззат ханым сөз бергеніңізде, мен де өзім нәтижелерімді айта кетейін. Мен биыл 50 жасқа келдім. Бірақ та осы компанияның жасуша өнімдерін ЛФ-ның арқасында 35 жаста да құлпырып жүрмін. Менде көп мынандай 20 жылдық грыжа поясничный болған. Міне мына снимкаларымда қай жылы 5 жыл бұрын түскем. Осыдан кейін әрбір жерде айтқанда бұл лишний артық салмақ ретінде болған. Артық салмақты түсіру үшін аурудан бәрінен құтылатын едім. Осының арқасында осы 58-де уже 5 жыл ішіп, 3,5 айда 20 килограмм салмақ түсіріп, денсаулығым түгел жөндеп отырмын. Гормональный нарушение болған, женский жақтан да көп аурулардан құтылдым. Грыжа болғанда ущемление нервы болған, аяғымда шпоры болған, воспаление, судорога, сондай аурулар болған, хронический пrenefрит был, цистит дегенде бүйрек аурулар неден бәрінен құтылдым осыны. LF8 базовый продукт. Өте күшті нәтижелер алдым. Бұдан да енді жазылып кеткенде көп нәрселерді ұмытып қалады екенсің аурулардан. Осы қазір жақсы қазіргі өнімдердің бәрін өзімнен отказ жасамаймын. Әрбір базовый продукт ішіп отырамын. Продукциялардың қандай шығады бәрінен ішіп отырамыз. Бұл бәріне ұсынатын нәтиже беретін LF8 бұл құрамында көп витаминдер составтарын өзіңіз жоғарғыда айтып кеткендей керемет айтуға болмайды. Он күшті өнімдер енді. Нәтижем солай. Нарушение болған, ұйқы бұзылған, күнгі акселер слип рестор, осы күнге дейін ішемін, жақсы демаламын, ұйқым жақсы, бәрі жөнделді. Гормональный нарушение болғанда папилломдар болған, бойымдағы папилломдарым жоғалып кетті. Декольте өзім 35 жаста жасарып, декольте свое вернула дегендей. Сол талия 23 килограммға дейін арықтап, салмақта түсіріп, жеңілдеп, арықтаған өзінде ешқандай салбырағы денеде болған жоқ. Подтяжка, оның үстіне өздеріміз күш қуат, энергия шығару арқасында денсаулығымыз күшті болып, жасарып, аяқтарымыз күш қуат, күнделікті өзім частный предприниматель, маған энергия, күш қуат береді. Осы питанияларымыз өте жақсы көмектесіп жүреді. Бұдан да көп нәтижелер көп, бәріне ұсынамыз. Рахмет. Саған да рахмет. Мынау бағана мен айта кеткендей, бұл өнім бізді өмір жасымызды ұзартты. Жаңа ата сөйлегенде көрдіңіздер, көздеріңіз жетті, иә, және жасартады дегенім, мынау ақиқат, не көріп тұрсыздар, етаны 50-ге келді деп кім айтады. Ал келесі біздің серіктесіміз бар, Мархабат Амирхан. Қысқа да нұсқа өзің нәтижеңді айтып жіберсең, уақытымыз тығыз. Мархабат. Мархабат, қолыңызды көтер. Мархабат, дайын болған дейсіз. Аха, болды. Айта ғой. Микрофон. Микрофоның қосылуы, Мархабат, қосып жібер өзің. Қосылмай жатыр. Мен де өзімнің нәтижемді айта кетейін. Мен бұл өнімдерге, компанияға келген кезде үлкен проблемалар. Айта ғой. Саламатсыздар ма? Рахмет, Ләззат ханым. Барлығыңызды көргеніме қуаныштымын. Мархабат Амирхан. Мен де жасым 50-ден асып бара жатырмын. Мен 9 жылдан бері осы компанияға келгем деп ең әуелі естіген адамдардың бірімін. Бірінші күні мен келген кезде мен ауру емеспін деп келгенмін. Мен дені сау деп келгем, бірақтан кейін келе есіме түсіріп, жаңағы ауруымызды қозғайды деген мекші осы LF8 арқасында менің 15 жылы тобығым сынған болатын, соның кесірінен седалищный нерві ауыратын, тізем жүргізбейтін, аяғым ісетін, сосын бүйректе ауыратын, жаңа айтыватқанда, адамдардың айтыватқанда результаты есімізге түсіп кетеді ғой өзіміздікі де. Менде де позвоночникта грыжа болған, фиброкистозный мастопатия болған, сосын асқазанымның жаңа ауырғанның кесірінен кезінде геморройым да болған.
осы аурулардың бәрін ұмытып кеттім даже. Ана эндометриозда болған жаңағы женский жақтан соның кесірінен миома матки, киста в яичниках, жаңағы полипы деген нәрселерім шамамен 1,5 жылдың ішінде осында керемет нәтижелер алдым. Ал бірінші күннен бастап аяғым ісігі кетіп қалды да жүгіріп кеткенімді байқамай қалдым. Осы әлі күнге дейін 9 жылдан бері жүгіріп жүрмін десем болады, аяқтың ісігінің жоқтығының арқасында. Қазір шашым қалындап, тырнағым жақсарып, гемоглобинім көтеріліп, жаңағы давление, қысым ауруларымен ешқандай мазамды алмай, керемет осындай нәтижеге жетіп жатырмын. Кейін есіме түседі да, мына қазіргі кейін келіп жатқан өнімдерді ішкенім арқасында, мына коллаген деп жатыр, жаңа куркуминовый чай деп жатыр, жаңағы эпикслим кофе, эпикслим коллаген деген өнімдерді қолданғаным арқасында, мына әйел адам болғаннан кейін біздің жаңа гормондарымыз бұзылғанның кесірінен ба, нерв жүйелері дұрыс емес болған кесірінен ба, арасында жаңа қатты айғайлап қоятынбыз, сондай нерв жүйелерінің реттелгенін байқаймын өзім. Жаңағы ұрысқым келмейді, сабырлылық сондай өзімнен бойымнан байқалады. Осы 24-25-тің аралығында ғой деймін, ол ондай нәтижелердің болып келе жатқанына. Әрбір өнімді қолданғанда әр түрлі нәтижелеріміз бойымыздан кетіп жатқанын керемет байқаймын енді. Бұл біз тағам ретінде қолдана бастаған тұғымын, ауруым жоқ деген адамның өзінде көрдіңіздер ғой. Бұл ауруды біз жаңа хронический ауруларды мен өзім бойымнан өткізгенімді айтпақшымын да, осындай ауруларымды ұмыта кете ұмытқанымды да білем. Менде де гайморит болатын 2003-те, осы мұрнымды тазалап операцияға да барасын деп неше түрлі докторлардан естігем. 6 ай сайын укол алатын тұғым, оның бәрін есімнен шығып кетті даже. Ұмытып қаппын да, бойымнан кетіп қалғандық себептерден ғой деп ойлаймын өзім. Мына құлағымнан салқын тиіп, жаңа көзімнің глазной тик болатын, былай нейросеткеннен ғой деймін, ол да кетіп қалған кейін келе. Осындай айыққаныма сансыз ризашылығымды білдірем. Жан-жақтағым да, адамдарым да нәтижелер алған сайын қатты қуанып, ырза болып қалам. Сіздерге де соны кеңес етем. Мен барлық продуктыны ішіп көрдім. Әуелі өзім бойымнан өткізем, сондықтан жалпы ұялмай, қысылмай 9 жылдан бері бәріңізге де кеңес етем. Осындай тағамдарды күнделікті қолданып жүруге. Рахмет, сау саламатта нәтижелерді ала беріңіздер, барлық продуктыны қолданыңыздар демекшімін. Рахмет, Ләззат ханым. Керемет нәтижелер. Жаңағы менің өзімде де нәтижелер болды. Менде үлкен денсаулықтағы проблемалармен келгенмін, және табысқа да келгенмін. Сондықтан мен өзімнің бойымнан өткізейін, мен жаңа құрамын тексеріп көрейін деген жоқпын. Мен бұның құрамын көргеннен кейін өзімнің құрбыма сендім, және компанияға өте қатты сендім. Құрамы да керемет екен. Мен алып пайдаланғаннан кейін менде мойын омыртқа остеохондрозы созылмалы ауру болып тендинитқа ауысып кетті. Мынау оң жақ иығым істемеді, қолым жұмыс істемей қалған. Бірнеше жыл сонымен қиналып жүрдім. Асқазанымда көптеген жаралар болды, панкреатит, холецистит деген ол туысқандар болып бірге жетектесіп те жүрген. Артроз, артрит та болған менде. Метеочувствительный, жаңағы ауа райы кішкене нететін болса, аяқ қол бәрі қақсайтын еді. Зоб болған, зобтың несі күрделілігі созылмалы ауруға шығарып, менің жүрек қағысым өте жиі болған, тахикардия деп айтады оны. Сондай көптеген ішкебу, ішқату деген ол да екі бастан майда шүйда ауруларыңды мархабат айтқандай ұмытып кетеді екенсің. Сондай керемет, мен созылмалы ауруларымның бәрінен осы біздің Биэпик компанияның керемет өнімдерін алып пайдаланып болғанмын. Ал келесі ең қызық жеріне де бөлінетін болсақ, екінші бөлімге келетін болсақ, енді табыс көзі жағында айта кетейін. Біздің компания интернет дүкен, сондықтан 180-де мемлекетке бұл өнімдер таралып кеткен. Сол мемлекеттердің адамдары осы интернет дүкен арқылы табыс та тауып жүр. Соның ішінде біздің Қазақстан да бар, біздің қазақтарымыз да бар. Сондықтан бұл дайын бизнес, франшиза десек те болады. Интернет дүкен арқылы үлкен табыстарға қол жеткізуге болады.
Ал дайын бизнес франшизамыз деген сіздер есеп қисап іздемейсіздер, лицензиясын қайдан іздеймін, тауарды қайдан аламын демейсіздер. Кезінде мен де осы традициялық бизнесті жасағам, қанша мыңдаған, миллиондаған ақшам кетті. Иә, ол несінен нәтиже болған жоқ. Таңертеңнен кешке дейін қадалып сол бизнесте тұру керек. Ал бұл дайын, керемет, сапалы, заманауи, жоғарғы сападағы премиум сыныптағы өнімдері бар бизнес интернет-магазин. Сондықтан бұның жаңағы табыс көздерін айта кететін болсақ, ең бірінші табыс көзі 8 бірдей табыс көзі бар. Ал ең бірінші табыс көзін айта кететін болсақ, бұл жерде ең қызығы, ештеңені сатпайсыздар. Бұл жерде өнім заттарын алып бір жерге апарып, аладорбаңдары апарып сатуға қажеті жоқ. Бұл жерде өнімді сен өзің денсаулығыңа, жасаруға, әдемі болуға алатын өнімнің бағасы $137. Яғни, мысалы, базалық пакетті алатын болсаңыздар, $137 аласыздар. Ол теңгемен санағанда 75 мың теңгедей. Сол өнімді өзіңіз пайдаланасыз. Мынау интернет дүкенге тіркелесіз. Одан кейін өзіңіздің екі досыңызды, көршіңізді, жаңағы туысқандарыңызды айтып, ақпарат беріп, жеткізіп, осы өнімдерді алатын болса, алған кезде сізге әрбір жаңағы адамыңыздан, досыңыздан $35 ең бірінші табыс көзі түседі. $35 деген қазіргі долларға шағатын болсақ, 19 мың теңге ақша. Ештеңе сатпадыңыз, тек қана өзіңізге өнім алдыңыз, интернет дүкенге тіркелдіңіз. Сізге дереу сол мезетте $35 компания өз қалтасынан төлеп беруге дайын. Ал екінші досыңыздан тура сол іс-қимылды жасайтын болса, сізді қайталап өнімді өзіне ғана алады және сізге сол интернет дүкеннен электрондық әмияныңызға 19 мың теңге, яғни 35 мың теңге дереу сол мезетте төленеді. Ал сол екі досыңыз тура бір-бірлеріңізді бұл жерде қайталау бизнесі. Сол екі досыңызды шақыруға көмектесіп, тура сізді қайталап екі досын шақыратын болса, сіздің досыңызға да $35-дан $70, яғни теңгемен шаққанда 19 мың теңгеден 38 мың теңге түседі. Ал екінші досыңызда тура сізді қайталап тағы да екі досын шақыратын болса, ол досына да $70, яғни 38 мың теңге дереу компания төлейді. Ең бірінші табыс көзі болып саналады. Ал осы мына тұрған схемаменен толыққан кезде 6 адам, яғни сізден кейін компания сізге 2 аптадан кейін $100 ақша тағы да төлейді. Бұл ең бірінші қадам, ең бірінші табыс көзі. Ал одан да сіз тоқтамай, белсенді болып, осы бизнесті түп табырменен жұмыс істеймін деп белсенді кіріп кетсеңіз, үшінші досыңызды шақырасыз. Үшінші досыңыздан да тура сізді қайталап өнімді алады, өзіне ғана. Сол үшінші досыңыздан да $35 сыйақы компаниядан түседі. Ал бағанағы $70-ға $35 қосқан кезде $105 сізге сыйақы, ең бірінші сыйақы түсті. Ал сол үш досыңызды сізде үйретіп, әрбір үш досыңызға сол әр үш достан бірінші сыйақы $35-дан $105 төленеді компаниядан. Ал сол үш досыңыз тура бізді қайталап үш достан шақыратын болса, бұл өнімдерді алатын болса, интернет дүкенге тіркеліп, сатылымды жасап, үш досыңыздан $105-дан бір түссе, ал мына схеманы жасағаннан кейін 3/3 деген өмірлік бонустан $300 компания сыйақы тағы да өз қалтасынан төлейді. Ал одан да тоқтамай, белсенді болып, төртінші досыңызды шақырсаңыз, төртінші досыңыздан да бірінші табыс көзі $35 ақша түседі. Ал төрт досыңыз тура сізді қайталап, өнімдерді пайдаланып, төрт досына айтып, ол төрт досы әрбір достан $140 ақша түсетін болса, ең бірінші табыс көзі. Сол осы төрт досыңыз бенен 4/4 деген өмірлік бонус құрайды. Сол 4/4 деген өмірлік бонусқа компания өз қалтасынан 2 аптадан кейін сізге $500 ақша төлейді. Үлкен ақша ма? Үлкен ақша. Ал тағы да одан да тоқтамайтын болсаңыздар, өмірлік бонус деген бізде 5/5 дегені бар. 5-ші досыңызда тағы да $35 түседі. Ол яғни $175 бір түсті, дереу түсті сізге. Ал 5 досыңыз 5/5-ден ақша шақырып, осы компанияға интернет дүкен ашып, мына өнімдерді алғаннан кейін сізге сол схема пайда болғаннан кейін 5/5 деген өмірлік бонус жабылып, 2 аптадан кейін сіз $700 табыс табатыныңызды да айта кетейін.
Енді бір қызығы, бұл компанияның президенті біздің керемет президентіміз, қымбатты президентіміз Дэн Патнам осы маркетингті, осы табыс көздерін өзі жазып, өзі сызған. Өз компаниясынан төлеуге әрбір адамға дайын. Сондықтан осы желіге 60% табыс көзін компания төлеп отырғанын да айтайын. Ал ары қарай тағы да бір екі деген тағы бір кереметте бір схемасын, кестесін біздің Дэн ойлап тапқан. Сол кестемен де сіз дереу жылдың аяғына дейін миллионер болуға ықпал етеді. Бірақ ол өзіңізге байланысты. Ең бірінші неде сіз келіп өнімді алдыңыз, тағы да 2 досыңыз шақырдыңыз. Әрбір 2 досыңыз ай сайын 2 достан шақырып отырса, бірінші айда сіздің жаңағы табыс көзіңіз $71 болады. Ал ай сайын бір 2 досыңыздан әрбір 2 досыңыз шақыра отырса, сіздің табыс көзіңіз 12-ші айда $57,000 дейін жететінді айтайын. Осы кестеменен де сіздер бизнесті бастап кетсеңіздер болады. Ал біздің мына жомарт біздің табыс көздерін көрдіңіздер. Компания желілік біздің 60% табыс көзін адамдарға төлеп отыр, серіктестерге төлеп отыр. Сондықтан мүмкіндік іздеп жүрсеңіздер, әрбір пенденің басындағы 2 үлкен проблема бар. Ол денсаулықпенен жоқшылық, яғни табыс көзі жетіспеушілік. Сол 2 үлкен проблемадан құтылам десеңіздер, BEPIK компаниясы бір проблемадан құтылуға сіздермен бірге болып, үлкен отбасы болып сіздермен бірге болуға дайын. Тек қана өздеріңіздің ықпалдылықтарыңыз, талпыныстарыңыз керек екенін де айтайын. Сондықтан біздің компания өте жомарт, өте керемет. Компанияның болатын жаңағы іс шараларында айта кетейін, апта сайын, жексенбі сайын әрбір қалаларда, оның анонсы біздің үнемі біздің чаттарда болып тұрады. Әрбір қалаларда бізде кездесулер өтеді, презентация, офлайн презентациялар өтеді. Алматы қаласында, Астана қаласында, Өскемен қаласында, Талдықорған қаласында өтейін деп отыр. Келесі аптада Шымкент қаласы мен Тараз қаласында өтейін деп отыр. Сол жерге кіру тегін. Келсеңіздер, осы ақпаратты майын тамызып тұрып, осы бизнесте жүрген майталмандарының бәрі әдемі қылып сіздерге айтып береді. Ал екінші үлкен біздің компанияның жаңағы туылған күніне арналған, 11 қарашадағы туылған күніне арналған бізде үлкен республикалық бизнес интенсив форум өтеді. Сол жерге де шақырамын. Мына билеттің құны 6,000 теңге тұрады, бірақ бұл билет сіздің өмірлеріңізді өзгертетін билеттердің бірі болып саналады. Қазір енді 6,000 теңгемен сәл қателесіппін, қазан айында 7,000 теңгеге осы өмірлеріңізді өзгертетін билет сатып алуға болады. Форум бізде өте қызықты болады, позитивті болады, және барлығы сол жерге келген серіктестердің өзін көресіздер, дені сау, сәттілікке жеткен, үлкен табысқа жеткен серіктестерді де көресіздер. Біздің клуб дегендер бар, $100,000 тапқанға дейіндер бар, $250,000 тапқан клубтар бар, 500,000 тапқан, $750,000 дейін тапқан, және де біздің үлкен жоғарғы серіктесіміздің сол клубқа кіріп отыр. Не десеңіздер, ол долларовый миллионер болып отыр. Ал енді басқаша бизнес істегендеріңізде, немесе жұмыс орындарында істегенде сондай табысқа жетіп көріңіздер. Ол жету мүмкін емес. Сондықтан аз уақытта өздеріңізге байланысты, сіздердің қайтпас қайсарлықтарыңызға байланысты осы жерге келіп дайын бизнес франшизаны тек қана $137 сатып алатын болсаңыздар, үлкен табысқа жетіп өмірлеріңіз күрт өзгеретінде айта кетейін. Сондықтан біздің BEPIK компаниясына келіп отырған мына жерде қонақтарға сіздерге де қош келдіңіздер деп айтам. Мынау бірінші қадамдарыңыз, дұрыс шешім қабылдап, біздің Zoom кездесуіне де келіп отырсыздар. Сондықтан біздің форумға келіңіздер, билетті де сатып алыңыздар, өмірлеріңізді өзгертетін үлкен жол. Сондықтан BEPIK компания деген үлкен отбасына қош келдіңіздер. Ал мен осымен ақпаратымды аяқтаймын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.